Ассалаумағалейкум бәрлеріңізге. Қалдарыңыз қалай? Біз YouTube'ға көптен бері видео салмадық. Өйткені бізде автобус қазір жіберіп жатыр. Жан-жаққа Ақтөбеге, Қарағандыға, Көкшетауға, Алматы қаласында өз Бұрындайға жіберіп жатыр. Ұзынағаш, Талғарға кетіп жатыр енді көп жерлерге. Алла қаласа осы жақында Көкшетауға кетейін деп жатыр. Бүгін сол Көкшетауға үлкен суммаға $500,000-ға товар алған Анастасия деген сол кісіге кетеді. Осылай біздер затты жинап, қазір біз коробкаға бәрін салып, жинап бәрін дайындап қойдық. Енді машинаға салып, Сәлем жаққа апарып, сояққа қарай саламыз. Содан кейін Көкшетауға кетеді. Көкшетауға 2 күнде кетеді екен ояққа. Бізде не үшін бізден арзан, бізде не үшін алыңыздар деймін. Өйткені біз промой Қытайдан аламыз. Бізде ортада перекупщиктер жоқ, бізден аласыз. Біз өзіміз саламыз, өзіміз машинаға апарамыз. Сол үшін бізде ең арзан, ең төмен баға болып саналады. Өйткені ортада ешкімге ақша бермейміз, интернетке өзіміз қоямыз. Әрбір қазағым бай болсын. Міне осылай бүгін қалай салатынны бүгін видеоға YouTube'ға түсіріп көрсетіліп шығарылатын болады. Осылай осы каналға тіркеліп және жазылып қойыңыздар, және де достарыңызға осындай видеоны таратыңыздар. Әрбір қазағым бай болсын. Келесі алдағыда түсірілімде көретіндеріңіз болады. Ассалаумағалейкум, көрермендер. Всем здорово. Вот қазір біз товар апарадық. Неге? Сәлем жаққа. Көкшетауға мына товар барадыр. Анастасия деген қыз заказ етті Көкшетаудан. Қомақты сумаға, жақсы сумаға заказ етті. Қанша $500,000 ба? Иә, $500,000 заказ етті. Соны апарадық. Қазір Көкшетауға барамыз. Біз жолдамыз қазір. Қалған баратқанда сол кезде түсіретін болам. Так, міне Көкшетауға келдік КамАЗға. Көкшетауға кетеді. Бұйырса бүгін суббота, воскресенье, понедельник. 3 күнде жетеді ғой Көкшетауға бұйырса. Міне заттар Анастасияға кетіп жатыр. Міне бір КамАЗ. Общий 10 коробка болды. Міне осылай достар. Жіберіп жатыр оптовый 10 коробка. Міне достар, осылай біз жібердік. Міне Көкшетауға да бұйырса 1-2 күнде барып қалар. Міне достар, қазір біз Excel форматта біз дайындап жібердік. Міне қалай жібергенін көрсетейін. Міне мына жерде жазылғаны, мысалы Изолент 20 штук ценасы, мына жерде общий бағасы. Соның 900 теңге. Лампочка, Изолент, Арион лампочка. Осылай міне барлығын Excel форматта түсінікті және бәрі прозрачный тұрады аяқта. Осылай жібереміз заттарды міне. Дворниктер, лампочкалар. Міне осылай жіберіп отырып, бізге көбінесе звондайтындар жаңадан ашылғандар деп звондайды ғой. Осы жаңадан ашылып жатыр екен Көкшетаудан. Сол кісіге көмектестік. Біз барынша көмектесеміз. Ол кісі айтты да, енді жаңадан ашылып жатқан магазин. Әрқайсысы товарға 10-10-нан өтпейтін заттарға, енді біз білеміз ғой, уже біздің істеп жатқаныма мен 8 жыл болды. Өтпейтін заттарға 3-тен, 4-тен сондайдан ғана салдым да, өтетін заттарға 10-10-нан салдық. Сондай суманың өзіне $500,000 шықты. Енді ол кісі бүйтіп, енді кішкене қайта бар жақсы өтеді сол Көкшетау жақта. Сол заттан көп қылып заказ ете береді, и потом оборот кетеді солай. Барынша бізден связьда болсаңыз болады. Қандай көмек керек біздің тараптан, қандай лампочка, қандай свеча, қандай машинаға кетеді. Соның бәрін барынша көмектесеміз. Сіз розницу сатсаңыз да, қанша звондасаңыз да барынша көмектесуге тырысамыз. Бос болмаса да егер WhatsApp-қа жазсаңыз жауап береміз. Әрқашан көмектесуге дайынбыз.
осылай бізге хабарласып, жазып, заттар алып тұрыңыздар. Және де осы видеоға астына комментария жазып кетіңіз. Сіздің қай қаладан немен айналысқыңыз келеді, сол туралы жазып кетсеңіз болады. Лайк басып, достарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Келесі видеода көріскенше достар.